осы Кореяда жүрген қыздардың көбісі негізі натуральный красота деймін да. Кірпік, тырнақ, маникюр ештеңе жасамай натуральный болып жүреміз ғой. Мен өзім мысалы кішкентай қалада тұрамын да, процедуралар жасау үшін басқа қалаға барасың. Автобусқа отырып 2 сағат жүріп басқа қалаға баруды айтса, Кореяда көп жерде тырнаққа рұқсат бермейді. Боялған, өсірілген тырнақ болса алдыртқызып тастайды да. Бір рет сөйтіп ұсталып қалған гель лакпен, сөйтіп үйде жылап отырып жаңағы гельді өзім қайшымен битіп қырғаным бар енді. Қазір ойланып қарасам, не азап деймін да, соны біле тұра, что рұқсат бермейтінін барып тығылып гель жасатып жүретінбіз ғой деймін. Солай енді амалдың жоқтығынан жайлап қала береді екен. Кореяда шаш жасататын болсаң, примерно 250 мың сондай болады. Сложное окрашивание. Мен Сеулда Тандумон деген район бар, сол жерде жасайтынмын всегда. Мен ол мастерім Өзбекстанға көшіп кеткеннен кейін шашты да қойдым. Қазір шашымды өзімнің естественный цветімен бояп жүрем. Кішкене қоңырлау, мынандай. Жасатпау, тырнақ жасатпау кейін өзі мода болып кетті ғой. Естественность сейчас же в моде. Солай натураль болып кеттік. Кірпік тырнақсыз да, оказывается, өмір сүруге болады екен. Шашты өзім бояймын. Депиляцияны өзім жасаймын. Полностью натураль болып жүрміз енді Кореяда. Құдай біледі, если Қазақстанда болсақ, бәрін жасататын шығармыз бізде. Осымен менің макияжым бітті. Бүкіл білетінімді жақтым енді. Так что сондай қыздар. Пока.